Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, сіздермен бірге Жазира. Құрметті достар, сіздерге келген Наурыз мейрамы құтты болсын, ораза қабыл болсын. Бүгін сіздермен өте оңай су арқылы жасалатын блины жасаймыз. Құрамы өте қарапайым. Ең алдымен 3 жұмыртқа, 3 ас қасық қант, 3 ас қасық май және жарты литр су, сода, ұн қосып жақсылап араластырып аламыз. Блинылар өте үлпілдек, жұқа, әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео пайдалы болса, каналға жазылып, лайк қойып кетіңіздер. Ұнды осылай жақсылап 2 қасықтан араластырып отырамыз. Достар, бұл блиныға керекті заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Өте үлпілдек, жұмсақ болып шықты. Өте қатты ұнады бізге. Неке қамыр осындай сұйық болып шықты. Енді осыны қызып тұрған табада пісіріп аламыз. Менде үлкен 24 сантиметрлік таба. Осы үлкен табада пісірген кезде менде 9 штук шықты. Егер кіші табада пісірілетін болса, одан да көп шығады. Неке осындай жұмсақ блинылар пайда болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға жазылыңыздар. Неке барлығын пісіріп алдым. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.